Баршаңызға сәлем достар, сәлем арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видео рецептімізді дәл дүкендегі тәріздес осындай пряниктарды әзірледік. Видеоны аяғына дейін көріп, каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, және лайк басуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді пряниктердің рецептісін аяғына дейін көріңіздер. Ең алдымен біз құрғақ ыдысқа 2 ас қасық қантымызды салып, орташа отта үнемі араластырумен боламыз, яғни қант шабыспас үшін осылай міне құрғақ қант өзі ериді ыстық отқа, және ерігеннен бірден қоңыр түске енеді, яғни осындай күйген тәріздес болады. Бізге дәл осы түс керек. Және газдан алып аламыз оттан, одан кейін 100 грамм ыстық суды 2-ге бөліп отырып, осылай құйып араластырумен боламыз. Қалған екінші бөлігін құйып судың жақсылап араластырып, қалған қантымызды саламыз. Жақсылап араластырасыздар, өйткені қант қатып қалуы мүмкін. Қалған қантымызды салдық, және жарты шай қасық корицамызды қосып, жақсылап араластырып, қайтадан отқа қоямыз қыздар. Өйткені бағана күйген қантымыз су құйған кезде қайтадан қатып қалды арасында. Сол еру үшін және кейінгі қосқан қантымызда еру үшін отта ұстаймыз. Жақсылап ертіп аламыз араластырумен болып. Одан кейін басқа ыдысымызға аударып құйып алдық. Енді кішкене суыққаннан кейін ұн електен ұнды өткізе отырып, ұнның жартысын қосып, осылай лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Жалпы құрамын мен описанияға жазып өтемін. Мінекей осындай қоймалжың болды. Осы кезде біз сары майымызды ертіп алып құямыз, және бір жұмыртқамызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін барып, қалған ұнымызға бір шай қасық ас содасын қосып, ұн електен өткізіп, ұнды қосып, осындай қамыр илеп алдық. Қамыр жаңағы тәтті болғандықтан қолға жабысқыш келеді, сондықтан қолдарыңызға қолғап киіп алсаңыздар ыңғайлы болады. Осы шыққан қамырдан 22 пряник шығардық біз. Енді пряниктарымызды противеньға орналастырып алдық. Осылай беттерін кішкене басып шығамыз. Алдын ала 200 градус қызған пешке 15 минут қана ұстап пісіреміз. Қыздар 15 минутта пісіп шығады. Одан артық ұстасаңыздар, пряниктер қатып кетуі мүмкін. Енді біз бетіне глазурин дайындаймыз. Ол үшін бір жұмыртқаның ағы қажет болады. Миксердің көмегімен аппақ көбікке енгізіп аламыз. Одан кейін барып 3 ас қасық қант ұнтағын қоса отырып миксерлейміз. Глазурімізді дайындап алдық. Енді суыған пряниктарымызға жағып шығамыз. Осылай кисточканың көмегімен. Одан кейін жарты сағат кептіріп қоямыз. Осы күйінде кебеді. Осымен пряниктарымыз дайын болды. Қыздар, рецепт ұнаса, эксперимент жасаудан қорықпаңыздар. Құрамы қарапайым. Жалпы уақыты 1 сағат қана уақыттарыңызды алады, дайындау уақыты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сондай шоколадты бала кезімізде көп жеуші едік қой. Осындай пряниктер әлі де дүкендерде сатылады. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Өзіңіз үйден балапандарыңызға дайындап беруге кеңес беремін. Рецепт ұнап жатса лайк басып және пікір қалдырып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақжарқын, сау болыңыздар.